анекдот айтып берейін. Бір ауылда не бопты? Мектеп бопты да, біздікі сияқты. Содан тарих пәні болып жатыр екен. Абланодан комиссия кепті. Содан енді, видимо, бастауыш сынып оқушылары болу керек. Ақби сабақ түсіндіріп жатыр дейді. Содан бір оқушыдан тұрып сабақ сұрап жатыр дейді. Содан кейін комиссия айтқан ғой, мен бір сұрақ қояйын. Балаларға бір сұрақ қояйын депті, жақсы депті. Содан кейін ана бір баладан сұраған ғой, Берлинді кім алды деген ғой. Содан кейін ана бала дейді, мұғаліміне қарайды дейді, жаңа Абланодан кейін комиссияға қарайды, мұғаліміне қарайды, комиссияға қарайды. Мен алған жоқпын деп айтады. Содан кейін жаңа Абланодан кейін комиссия мұғалімін шақырып апты да, мен мына балаңызға балаңызға Берлинді кім алды десем, мен алған жоқпын деп тұр, деп мұғалім. Сөйтіп мұғаліміне қарасам, мұғалім айтады, алған болсаң берсінші. Алған болса қайдар берсінші деп айтады дейді. Содан Абланодан кейін шок болған ғой. Сөйтіп айтып, жүріңіздер директорге. Не деген бәле мынау, не деген масқара. Директор кем айтады ғой. Мына оқушыдан сұрадым, Берлинді кім алды десем, мен алған жоқпын. Мұғаліміне қарап, оқушыңыз ұйыстып тұр десем, алған болсаң қайтарып бер депті. Сөйтсе, директор айтады дейді. Директор айтады дейді. Бұл бала тұқымымен мойындамайды. Содан Абланодан кейін комиссия құлаған ғой артқа қарай. Сөйтіп больницаға түскен. Сөйтіп больницаға түскен да, көзін ашып қараса, директор отыр дейді қасында. Содан не болды, неғып отырсыз десе, комиссия жолдас уайымдамаңыз, ана балаға мойындаттық, сол алыпты деп айтады.